1942 жылы тамыз айының аяғына қарай біздің полкты Сталинградты қорғауға жіберді. Сталинград қаласының солтүстік жағында Дубровка мен екі арада Еділ өзеніне құятын сайға түсіп, окоп, апарель қазып бекіндік. Политрук бұл өмірдегі сендердің соңғы жерің. Еділ ар жағында жер жоқ деп бұйырды. Мен ішінен ойладым. Әрине, Еділ ар жағында менің елім Қазақстан деп. Бұл жолдардың авторы қазақ мультфильмінің атасы. Қазақтан шыққан тұңғыш телевизиялық аниматоры. Суретші, кинорежиссер, профессор Әмен Қайдаров болатын. Бүгінгі хабарымызда Тау тұлғаның шығармашылығы мен өмірінен сыр шертеміз. Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, халықаралық мультипликациялық кино қауымдастығының мүшесі, режиссер әрі суретші Әмен Қайдаров өмірін қазақ кино индустриясының дамуына арнаған жан. Қарлығаштың құйрығы неге айыр деп айтсақ болғаны, бірден көз алдымызға әдемі қазақы мультфильм елестейді. Ал осы ғажап туындының авторы Әмен Қайдаров екенін бірі білсе, бірі білмес. Өзі сценарист, өзі режиссер, өзі художник. Сөйтіп істеген Әмен Қайдаровтың біз «Қарлығаш құйрығы неге айыр» мультфильмін, оның жаңағы түсіру жобасын бәрін түгел тексеріп, изучать еткен адамдармыз. Сонда ол фильм неге мықты фильм болды? 74 жылы Нью-Йорк қаласында бронзовый киноскоп ұтып алады. Қазақтың тұңғыш мультфильмі тек қана осы Қазақстан жерінде емес, осы СССР-дің СНГ-дің жерінде емес, тынық мұхиттың ар жағына барып, Америкада ұшып барып келді. Сонда 48 мемлекетке сол мультфильм сатылады. Расымен бұл туынды талай марапатқа ие болып, қанша жыл өтсе де ұмытылған емес. Шәкірттері ұстаздарын сағынышпен еске алып, шеберлігін жоғары бағалайды. Президент, сол қазақ фильмінің директоры Камал Смайл, драматург, соған кіреді ғой. Кіріңіз, Әмен аға келіңіз, таниды Әмен аға, фронтовик, соғыс қасқан кісі, кіріңіз деп отырған кезде айтады. Әмен ағаның бүкіл жаңағы сценарийін қарайды, раскадровкасын, суретін бәрін қарап тұрады да, сайын естіп, раскадровкасын көреді, осындай жасайық дейді ғой. Сонда Камал Смайловтың жасаған ерлігі ғой. Басында Әмен Қайдаров біраз қиындықтарға тап болады. Елімізде мұндай мамандық жоқ деді ол кезде. Сөйтіп жүргенде Камал Смайловқа кез болады. Мәскеуге айтпай, екі картинаны бір-біріне соғады да 30. Әмен аға айтты ғой, Әмен аға қанша ақша керек деген қаржы. 30 мың жетеді деген. Сонда 30 мыңды екі картинаны бір-біріне соғады да, ортасына 30 мың сүріп, 30 мың рубль сүреді да, мультфильмді бастатып жібереді. Оны естіп қойғаннан кейін Москва оны естиді. Естігеннен кейін Москвада комиссия келеді. Комиссия келіп жаңағы қалай? Ол сотта жүреді ондайда. Москва ұлыстасын ашқан үшін. Сон қазақты мультфильм келіп, комиссия келіп қараған кезде, Әмен ағанша черновой мультипликатын көрген кезде, Москваны хитруктың өзі айтқан екен, қарап отырып. Мынау фестивальне фильм жасады қазақтар деген ғой. Әмен Қайдаровтың шеберлігінде сөз жоқ. Оған мұрағаттағы құжаттар мен фильмдері сөзсіз дәлел. Қазақтың бір таутылға азаматы, біздің жеке қордың иесі, қазақ мультфильмінің атасы, мультипликатор Әмен Қайдаровтың биыл жазда 95 жылдық аталып өтеді. Әмен Қайдаров бұл кісі өзінің көзінің тілісінде мұрағатқа құжаттарын өз қолымен тапсырған адам. Ешқай жерде сақталмаған қазақтың сол алғашқы мультфильмі «Қарлығаштың құйрығы неге айырдан» бастап 10 мультфильмі жинақталған. Бұл мультфильмдердің бәрі халық назарына ұсынылмаған. Бұйырса осы мерейтойында қолдаушылар табылып, насихатталар деген үміттеміз. Біздің қордағы үлкен құжат мақтаныш мынау Майдан даласынан келген Әмен атаның 43 жылы жазған хаты. Бұл біздің қордағы Майдан даласындағы жалғыз хат, дала почтасының маркасы менен 3 хат міне бүгінгі таңда біздің қор құжаттарының бір құнды құжаттарына айналып отыр.
Бұл хатты Әмен қарындасы Райханға жазған. Жалпы Әменге дейін отбасында дүниеге келген сәбилер шетіне бала тоқтамаған екен. Содан ескіше мықты болсын деп Әменнің кіндігін балтамен кескен кіндік шешесі де сол үшін ер адам. Басында Балтабай атанып, кейін әкесінің ағасы Құранға қарап отырып есімін Мұхаммед Әмен болсын деген. Дегенмен құжаттарда тек Әмен деп жазылып кеткен. Қатерсіз күрес қайда бар, қарлығаштың айдағар құйрығын жұлып алыпты, айыр боп содан қалыпты. Сонымен нәзік қарлығаш, болса да әлсіз салдырмаш, көрсеті берлік табанды. Әмен Хайдаров бастаған қазақ мультипликаторлары қазақтың өнерін дамытумен ғана шектелген жоқ. Олар бауырлас қырғыз, түрікмен және тәжік елдеріндегі тұңғыш мультфильмдерді жасауға атсалысып шығармашылық қолдау көрсетті. Бұл кезеңді қазақ анимациясының алтын дәуірі деп атауға болады. Қазақ үшін Қайдаровтың өмірі аңыз, өлімі аза. Алдағы 95 жылдығы өз деңгейінде аталып өтеріне сеніміміз мол. Әйгерім Аман, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн.